Бүгін Астана қаласында Дәулет Мұқаевтың сайлаушыларының митингі өтті. Митингке келген азаматтар жылы лебіздері мен қолдауларын білдірді. Аталған митингке елге танымал таксист те келді. Мұқаевқа арнайы кеңесін беруге келген азаматтан тілшіміз сұхбат алды. Аздап жолым болмай жүр. Енді бір нәрседен жолым болыпты. Дәулет, айналайын, өзіңнің жүзіңді көріп, қолымды ұстап кету. Мен негізі таксовать етіп жүрген адаммын. Мынау жаңа Дәулеттеннің митингі болады дегесін Астанаға келіп тұрмын. Таксистен асқан политик жоқ қой жалпы. Мынау айналайын Дәулеттен ертең депутат болғаннан кейін мынау жаңағы қарттар үйі мен балалар үйін бірлестіріп. Сол кезде жаңағы ата әжелерде немере болады, кіттай балалардың ата әжесі болады дегендей тағдырлас адамдар ғой жалпы. Өзім бала десе жүрегім елжіреп тұрады, бар емес па? Бала десе өзім сен кетші бағара, неғып тұр? Былай өтеді, адам нервысына тиіп. Айшолпан Бегарыс қызы Әрекет Берекетов, БТК арнасы.